Осылайша олар кітап қағаздарын жиыстырып оқу залынан сыртқа шықты. Омар Гүлмаржан ойлағаннан мүлде бөлек пысық жігіт екен. Әйтеуір кейбіреулер тәрізді аузынан сөзі қойнынан бөзі түсіп тұрған жоқ. Гүлмаржан кафеге барып жеңіл тамақтануға қалай қарайсыз? Әрі ыстық кофе ішіп отырып әңгімелесейік деді ол. Жақсы, мен қарсы емеспін. Әлгі сұлу қыздардың ақылы көп бола бермейді деген әңгімені де мүмкін болса бір жағына шығару керек шығар деп Гүлмаржан күлген болды. Жатақханадан едәуір алыста орналасқан әдемі кафеге барар жолда екеуінің әңгімесі қыза түсті. Есе жібергісі келмеген Гүлмаржан әңгімені тіпті өзі бастап кетті. Қыздарға байланысты қияс ойлайтын кейбір жігіттердің аузынан жаңағыдай сөздерді талай естігенмін. Бір жігіт тіпті қыздармен 20 минуттан соң не жайында сөйлесуді білмейді. Көбісі сондай керемет бойжеткендер деп менсінбеген кейіп танытты. Сіз де сондай тәкаппар топтан боларсыз бәлкім деп жігітке салқындау көз тастады. Жоқ, Омар сәл-пәл сасып қалды. Мүлде олай емес. Сізді ренжіту ойыма келген емес. Жалпы ғалымдардың есебі бойынша ер азаматтардың миының салмағы әйелдердікінен едәуір көп болады екен. Нақтысы еркектің миы 310 грамм болса, әйелдерде 240 грамм. Бірақ адамдардың ойлау сезіну қабілеті ми дегеннің салмағына тіпті де байланысты емес көрінеді. Оған да шүкір, әйтеуір әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа дегенді нығырламасаңыз болды. Өйтуге ешқандай хақым жоқ. Тарихымыздан батыр қыздарымыз, данагөй аналарымыз аз болмағанын білемін. Мәселен, сөзге қанша, Әлпеш ана, Гаухар батыр, Томирис пен Турандот сынды тіпті басқа да толып жатқан аруларымызды қазір төрткүл дүние жақсы біледі. Бүгінгі жастар арасында да таланттылар мен талаптылар көп. Иә, ол рас деді Гүлмаржан, бұл жолы жігіттің салмақты сөзін шынайы мақұлдап. Ол тізімді Бопай қанша, Құтлық бике, Тоқмейіл ана, Домалақ ана, Айбике, Айтаңсық деп даламыздың асыл аруларының есімімен жалғастыра түсуді әбден болады. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болды. Жаңа ғана аяңдап, қараңғылау тротуардың алаңсыз жайбарақат келе жатқан екеуін жедел басып жеткен үш жігіт қоршап тұра қалды. «Давай, выворачивай карманы», деді еңгезердей ұлты белгісіз бұжыр беттілеу бірі Омарға, шүйліге. «С какой стати?» деді Омар да сеске сес танытып. «Сейчас поймешь, себя хозяином считаешь, пуп земли, что ли?» деп добалдай қолын көтеріп сілтей бергенде Омар сұсты балтаны қағып түсіргендей жуан білектен сарт еткізіп салып қалды. Мұндай қарсылықты күтпеген болу керек. Қолы сылқ етіп жерге түскен бұжырбет сәл аңтарланып қалды. Десе де қалғандары қарап тұрмады. Бірі иығынан итеріп, Омарды бір аяғынан теуіп, апыл-ғұпыл үшеуі қосамжарланып тіпті бастырмалатып барады. Ереже сақтамайтын көше төбелесіне жоқ Омар да әуелде сәл сасып қалғандай. Бірақ есін тез жиып, алдымен тиіскен дәуді оңтайлы приемымен бірден сұлатып түсіргенде қалған екеуі абдырап, не қашарын, не жерден жатқан досын орнынан көтерерін білмей дағдарды. Осы кезде Омар мына көріністен шошып қалған қыздың иығынан құшақтап, «Қорықпа, көшедегі әлсіздеу көрінген жандардан тиын тебен қаққан мынандай бұзақылар жігіттердің санасына кірмейді» деп сенге қалай көшіп кеткенін аңғармастан ілгері алып кетті де денесінің дірілі басыла қоймаған Гүлмаржанды құшағынан босатпай қайта қыса түсті. Біраз уақыт екеуі де үндемей жай басып жүріп келеді. Ауылда ойыны бар, шыны бар, балалармен алыс-жұлыс төбелесіп өскенімен, әскерде жүргенде әрі университетке оқуға түскенде күрестің сан түрлі тәсілін жетік меңгергендіктен біз ешқашан біреуге алдымен жұдырық жұмсамаймыз, деді Омар үнсіздікті өзі бұзып. Ал жаңағыдай өздігінен тиіскен бұзақыны амалсыз орнына қоюға тиіс болдым. Сен кешір, өзіңді қорқытып алдым білем. Жоқ, Омар, бәрі аяқ астынан болған соң аздап абдырап қалдым, деді Гүлмаржан ойлы қалыпта. Нағыз азамат жүрегін, еліне жанын Құдайға береді деп, ал намысын ешкімге бермейді деген ғой халқымыз. Негізі керек жерінде есе қайтара білу керек. Жігіт болсам, жаңағы жерде қараңғылық пердесін жамылған, жаңағыдай
қорқауға қарсы мен де солай істемекпін, деді енді өте нық дауыспен. Ал қыз болғаның мен үшін үлкен бақыт, деп күлімсіреп тоқтай қалып Омар Гүлмаржанға соншалықты бір мейіріммен сүйсіне қарады. Орайын тауып кеттің-ау, деп Гүлмаржан да тұңғыш рет күліп қалды. Ішінен жігіттер қашан болсын осындай тапқырлық танытып жатады және әрдайым осылай желдің өтінде тұрады. Бұл не деген ерекше жаратылыс, деп ол әрі таңарқай, әрі сүйсініп келеді. Омар, деді Гүлмаржан сәлден соң сөзін жалғап, болашақта меніңше сен ғалым болатын тәріздісің. Солай ма? Бұл маған айтылған жақсы лебіз болды. Ғылым жолына түсу әрине менің арманым. Себебі табиғатта әлі ашылмаған құпия нәрселер аз емес. Физика саласын таңдауымда сондықтан. Ғалым болуды армандамасам да, ілім-білім мәселесі мені де толғандырады. Мен биолог, не дәрігер болмасам да, өзімді таң қалдырған нәрселер аз емес. Мәселен, ананың құрсағында пайда болған тіршілік иесінің мерзімі 4 аптаға қараған сәттен-ақ соның жүрегі соға бастайды екен. Бірақ сол жүректің соғуын іске қосатын күш неде екеніне ғылымда әлі жауап жоқ көрінеді. Және үйректің даусы жаңғырықпайды дейді, ал құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды екен. Бұлар тылсым емей, ғажайып емей немене? Ол табиғаттың өз шаруасы, өз құпиясы шығар. Адамға оның біреуін білудің немесе табиғат құпиясына араласудың кейде керегі де жоқ та шығар. Таңды қолмен атырып, кешкі қолмен батыруға болмайды ғой. Енді Гүлмаржан үнсіз қалды. Шында да бір адам бәрін білуі, ол тіпті қажетті емес шығар, себебі мүмкін де емес қой. Ең бастысы бұл өмірде адамгершілікті сақтап, адал жүрсе жеткілікті шығар. Бұл тұрғыда өздеріне жастарға ең жақыны бір әрі түсініктісі махаббат сүю, сүйіспеншілік жайттары болар. Біздің заманнан кейінгіге үлгі боп, өнеге боп қалатын қандай махаббат бар деп ойлайсың, Омар? Мәселе білуімше Ләйлі мен Мәжнүн махаббаты бізге арабтар арқылы 7 ғасырдан жетіпті. Ал Онегин мен Татьяна орыс поэзиясы мен Пушкин заманынан келді. Біздің Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу ұлы даламыздағы бай мен кедейдің теңсіздігі дәуірінің пақырлары болды, деп бүгінгі күннің кімнің сүйіспеншілігін айта аламыз. Бәлкім ойдағыдай, ертегі аңыздардағыдай махаббат бүгін болмайтын да шығар. Енді жігіт тосылып таң-тамаша қалды. Қалай сөйлейді мына қыз, деп бұл саған физиканың дайын ережелері емес. Сол дайын ереженің өзін оқып біліп меңгеріп жатқан соншалықты көп емес қой. Иә, кешегі мен бүгінгі бір-бірінен бөлек заман. Себебі заман өзгерген сайын адам да өзгереді. Өзгермейтін тылсым ол махаббат сезімі болар. Бірақ ол да әр пенде өз басынан өзінше кешетін, өз жүрегімен сезінетін жеке хал, жекеменшік сезім. Жекеменшік? Иә, бірақ ол адамды жеке меншіктеп алып дегенім емес. Ол өз сүйіспеншілігімен ешкімге, ештеңеге айырбастамайтын, сөзбен жеткізіп болмайтын, тек бір ғана аян құштарлық дегенім ғой. Бұл әлгі эгоизм деген күштіге ұқсайтын қорқыныштылау жекеменшік сияқты. Жоқ, ол пенденің бәрі тән табиғи, бірақ ортақ қазанға түспейтін дара дүние, ерекше сезім дегенім ғой. Гүлмаржан дұрыс деп те, бұрыс деп те ештеңе айтпады. Себебі бұл нәрселер жөнінде көпшілікке айтарлықтай кесіп пішкен тәжірибесі жоқ болатын. Осындай алуан тақырыпқа секірген әр түрлі тақырыптағы әңгімелермен уақыттың талай жерге барып қалғанында сезбепті. Ұмытқан дүниесі еске түскендей болған Гүлмаржан аяқ астынан, Омар, қайтайық. Шынын айтсам, кафеге енді барғым да келмей қалды. Мен емтиханға әлі де дайындала түсуім керек. Соңғы түйенің жүгі ауыр деп жатады ғой. Соңғы емтиханнан сүрініп кеткенім жарамас, деді сыпайы жүзбен.